медицина емес, мәмс жүйесі емес, сонымен қатар параллельді жеке медицина өте қарқынды даму керек деп ойлаймын. Егер өйтіп дамымайтын болса, біз алдағы 5-10 жылда артта қалып кетеміз. Өйткені бізде көп технологиялар мәмспен қолдау алмаған, оны әрі қарай жетілдіру үшін мемлекеттік ауруханаларда мүмкіндік жоқ. Сондықтан оны жеке ауруханалардың жағдайында дамытуға біздің мүмкіндіктеріміз болу керек деп ойлаймын. Ол бір жағы. Екінші жағы, әрине, жас мамандарды әрі қарай баулып, олардың енді потенциалын ашу керек, оларға мүмкіндік беру керек, және менторлық дейді ғой, аспаннан келіп салбырап түсетін маман жоқ. Қазір корпоративтік басқару, корпоративное управление дейді. Әрбір ауруханада сондай корпоративтік басқару болатын болса, ол жерде үлкен жастағы кісілер болады, жас кісілер болады. Соның барлығы аурухананың, емхананың басшысына жұмысты дұрыс құруына өзінің кеңесін бере алады.